баршаңызға сәлем. Бүгін сіздерге осы жылдың хит болған, ауызда еритін өте нәзік десерт меренгалы рулеттің рецептісін ұсынғым келіп отыр. Бұл рулеттің ерекшелігі ол ұнсыз жасалады. Бізге қажетті заттар ол ақуыз, қант ұнтағы, лимон қышқылы және шымшым тұз. Алдымен жұмыртқаны ағы мен сарысынан бөліп аламыз. Осы жерде мұқият болғандарыңыз жөн. Бірде-бір тамшы жұмыртқаның сарысы түсіп кетпеу керек. Өйткені түсіп кетсе сіздерде меренге шықпайды. Бір шымшым лимон қышқылы, бір шымшым тұз қосып 2-3 минуттай шамалы көпіргенше жаяу жылдамдықта миксерлеп аламыз. Осылай көпіргеннен кейін ғана қантты бірден салмаймыз. 4 немесе 5-ке бөліп саламыз. Шамамен 10 минуттай қатты жылдамдықта миксерлейміз. Міне бізде осындай стойки дейміз ғой, осындай тұрақты меренга шығуы керек. Енді осы меренгамызға силиконды лопатканың көмегімен жаңағы қант ұнтағын салып, қолмен ақырындап басып алмай араластырамыз. Противенімізге салып, пергаментті противеннен шамалы асырып кесіңіздер, өйткені меренга көтеріледі. Осылай тегіс қып, барлық жерін бір тегіс қып жайып шығамыз. Мен жай ғана әсемдік үшін шанышқымен сызып шықтым, ол міндетті емес. Енді қызып тұрған пеште 160 градуста 25-27 минуттай пісіріп аламыз. Біздің меренгамыз дайын. Суығанша енді ішіне жағатын кремін дайындаймыз. Ол үшін бізге творожный сыр, 33-35% сливки және қант ұнтағы қажет. Ең алдымен творожный сырға қант ұнтағын салып, біркелкі болғанша миксерлеп аламыз. Үстіне сливкимізді құйып, қою біркелкі крем шыққанша миксерлеп аламыз. Міне осындай крем шығады. Енді жаңағы меренгамызды видеода көрсетілгендей аударып аламыз. Аударып, пергамент қағазын ақырындап ажыратамыз. Енді әсемдік үшін шамалы алып қалсаңыздар болады үстіне. Қалған кремін ішіне жағып, біркелкі қылып жағып шығып, ішіне әртүрлі жидектер, жеміс жидектер салсаңыздар болады. Менің жағдайымда клубника, банан, киви, малина қоссаңыздар да өте дәмді шығады. Қоспасаңыздар да болады, ол өз еріктеріңіз. Осылай ақырындап сүлгінің көмегімен немесе пергаменттің көмегімен, пергамент қағазының көмегімен осылай орап шығамыз. Енді үстін әсемдейміз. Мен жаңағы қалған клубникамен әсемдедім.
осымен біздің рулетіміз дайын. Жасап көріңіздер. Өте оңай, өте сондай ерекше рулет. Сіздердің жақындарыңызға ұнайды деген үміттемін. Видеоны соңына дейін қарасаңыздар, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.